Ышқер Кеспаева Мадина Айдарқызы, Ыбырай Алтынсарин атындағы Рудный әлеуметтік-гуманитарлық колледжінің бастауыш білім беру мамандығының 4-ші курс студенті. 4-ші сыныпқа арналған дүниетану сабағы. Тақырып: менің өлкемнің ауыл шаруашылығы. Оқу мақсаты. Сабақ мақсаты. Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Қазір бізде дүниетану сабағы. Әр жұп бір-біріне сабаққа қатысты жақсы тілек білдірсін. Дәл осылай сабағымызды керемет әдіспен бастаймыз. Алдымен мен бастайын. Бүгінгі сабаққа сіздерге керемет көңіл-күй және жақсы бағалар тілеймін. Жарайсыңдар, осындай керемет көңіл-күймен сабағымызды әрі қарай жалғастырамыз. Оқушылар, өткен сабақта қандай тақырыппен таныстық? Жасанды ортадағы менің қауіпсіздігім тақырыбын өткен болатынбыз. Үй тапсырмасына жағдайларды талқылау берілді. Ол тапсырманы барлығымыз орындап келдік деген сенімдемін. Ал қазір өткен тақырыпты қайталау үшін мен сіздерге сұрақтар қоямын. Барлығымыз мұқият тыңдап, ойланып жауап береміз. Бірінші сұрақ: жасанды ортадағы қауіпсіздік ережесін кім айтып береді? Жарайсыңдар. Екінші сұрақ: жолаушының сақтайтын ережелері қандай? Өте керемет. Үшінші сұрақ: жаяу жүретін адамның жолда сақтайтын ережелерін айтыңдар. Жақсы. Төртінші сұрақ: велосипедші қандай ережелерді сақтау керек? Өте керемет. Бесінші соңғы сұрақ: жанды және жансыз табиғатқа мысал келтіріңдер. Жарайсыңдар балалар, сұрақтарға жауап беріп болдық. Енді тақтадағы бағалау критерияларына назар аударамыз. Әрқайсымыз өзіміздің ұпайымызды жазып отырамыз. Оқушылар, әрі қарай тағы да бірнеше сұрақтар қоямын, зер салып тыңдаймыз. Қоршаған орта дегеніміз не? Қоршаған ортаға нелер жатады? Қоршаған ортаны қалай қорғаймыз? Жарайсыңдар. Осы сұрақтардың сабаққа қандай қатысы бар деп ойлайсыңдар? Бүгін біз қоршаған ортаны қорғау деген жаңа бөлімді бастаймыз. Бұл бөлімде сендер өз өлкеміздегі ауыл шаруашылық салаларымен танысасыңдар. Қоршаған ортаны қорғау шараларын талқылайсыңдар. Глобус пен картаның не үшін қажет екенін білесіңдер. Картадан географиялық нысандарды тауып үйренесіңдер. Экспо 2017 көрмесін ұйымдастыру Қазақстанды қандай жетістіктерге жеткізгенін білесіңдер. Жарайсыңдар балалар, ал енді мына берілген суреттерге назар аударайық. Осы суреттерге қарап, қандай ассоциация құрастыруға болады? Қане мұқият ойланамыз. Бұл суреттерден ауыл шаруашылығын көруге болады. Бүгінгі біздің жаңа тақырыбымыз осы ауыл шаруашылығына байланысты. Жаңа тақырып менің өлкемнің ауыл шаруашылығы. Бұл сабақта сендер ауыл шаруашылығын салалары туралы өз өлкеміздің ауыл шаруашылығын сипаттауды үйренесіңдер. Оқушылар, қалай ойлайсыңдар? Адам не себепті тамақсыз өмір сүре алмайды? Оның себебін түсіндіріңдерші. Біздің дастарханымызға нан және басқа да тағамдар қайдан келеді? Оны қайдан алады? Қалай ойлайсыңдар? Осы сұрақтарға жұппен жауап береміз, ойланамыз. Жарайсыңдар, өте керемет. Ендеше бағалау критерияларына назар аударып, ұпайларымызды жазып аламыз. Әрі қарай ауыл шаруашылығы жайлы толығырақ білу үшін мені мұқият тыңдаймыз. Осыдан 10 шақты жыл бұрын ауыл тұрғындары ұжымшарлар мен кеңшарларда еңбек еткен. Ондай ұжымдық шаруашылықтарда адамдар көкөністер өсіріп, бірлесіп мал баққан. Жер телімдері мен техника құралдары ұжымшарға немесе кеңшарға қарасты болған. Астықтың бір бөлігі мемлекетке өткізілген. Қазір ауылда жеке қожалықтар, фермалар пайда болды. Ферманың қожайыны фермер. Оның қарамағында жер телімі, техникасы, малдары бар. Қандай мал шаруашылығымен немесе дақыл өсіруімен айналысатын фермердің өзі шешеді. Ол жиналған өнімнің көп бөлігін сатады да, қалған бөлігін өзіне қалдырады. Бұл фермердің шаруашылығын өркендетуге бағытталған жоспарлы ісінің бірі.
Барлығымыз жаңа ақпаратпен таныстық, мұқият тыңдап шықтық. Ендеше әрі қарай парталастарыңмен бірге мына сұрақты талқылаңдар. Бірінші сұрақ: фермер қандай шаруашылықпен айналысады? Екінші сұрақ: фермер болу үшін оның бойында қандай қабілеттер болуы керек? Үшінші сұрақ: шаруашылықты жүргізу үшін фермер қандай техникаларды пайдаланады? Және төртінші сұрақ: мысалы, сен көкөніс өсіретін фермерсің. Картоп, қант қызылшасы, сәбізден мол өнім аласың. Оны сақтау үшін не істейсің? Берілген сұрақтарға жауап беріп болсақ, бағалау критерияларына назар аударамыз. Барлығымыз ұпайымызды жазып отырамыз. Ендеше әрі қарай жеке жұмыс орындайық. Қазір мен сендерге сызба көрсетемін, ол сызбаға назар аударамыз. Ауыл шаруашылығы қандай салаларға бөлінетінін айтыңдар. Әр саланың мамандары немен айналысатынын анықтаңдар. Барлығымыз сызбаға назар аударамыз. Жарайсыңдар, балалар. Тапсырманы орындап болдық. Ендеше бағалау критерияларындағы ұпайды жазып отырамыз. Ендеше барлығымыз мына кестеге назар аударамыз. Ауыл шаруашылығын әр саласын мұқият оқимыз. Ауыл шаруашылығы екі шаруашылықтан тұрады, яғни ол өсімдік шаруашылығы және мал шаруашылығы. Өсімдік шаруашылығына дәнді дақыл, техникалық дақыл, көкөніс, бау-бақша кіреді. Ал мал шаруашылығына салаларына ірі қара, жылқы, түйе, құс, ара, балық шаруашылықтары кіреді. Жарайсыңдар, балалар, барлығымыз мені мұқият тыңдадық. Енді топтық жұмысқа көшейік. Өздерің тұратын аймақтың табиғи жағдайы қандай шаруашылықпен айналысуға қолайлы, қалай ойлайсыңдар? Оны білу үшін мына мәселелерді анықтайық. Бірінші топ: жер жағдайының ерекшелігін анықтайсыңдар. Екінші топ: ауа райының қолайлығын анықтайсыңдар. Ал үшінші топ: су көздерінің алыс жақындығын анықтайсыңдар. Ол үшін оқулықты немесе ғаламтор желісін қолдануға болады. Жарайсыңдар, өте керемет. Тапсырманы орындап болсақ, бағалау критерияларын жазып отырамыз. Оқушылар, ойларыңды қорытындылау үшін мына сұрақтарға жауап беріңдерші. Сен тұратын жерде ауыл шаруашылығының қай саласы жақсы дамыған? Неліктен? Ауыл шаруашылығында мол өнім алуға климат жағдайы әсер ете ала ма? Қалай ойлайсыңдар? Осы екі сұраққа кім жауап береді? Мұқият ойланамыз. Жарайсыңдар, өте керемет. Енді ұпайларымызды жазып аламыз. Сабағымызды қорытындылау үшін мына тапсырма бойынша постер құрастырыңдар. Бірінші нұсқадағы оқушылар: өлкелеріңде қандай мәдени дақылдар өсіріледі? Ал екінші нұсқадағы оқушылар: төрт түліктің қандай түрлері бар тақырыбына постер құрастырамыз. Жарайсыңдар, балалар, өте керемет. Енді бағалау критерияларын жазып аламыз. Балалар, бүгінгі сабақта сендерге қандай тапсырманы орындаған қызықты болды? Қандай тапсырма сендер үшін түсініксіз болды? Қандай тапсырма сендерге күрделі болды? Бүгінгі сабақта не түсіндіңдер? Жарайсыңдар, өте керемет. Енді үй тапсырмасын жазып аламыз. Сендерге үйге тапсырма. Өсімдік шаруашылығы бірнеше салаға бөлінетінін сендер білесіңдер. Қосымша ақпарат көздерін пайдаланып, оның біреуіне сипаттама жазып келеміз. Жарайсыңдар, балалар, сабақты аяқтау үшін 3 шар берілген. Егер де сендерге сабақ түсінікті болса, жасыл шарды, түсініксіз кезеңдер болса, сары шарды. Ал ештеңені түсінбесеңдер, қызыл шарды таңдап, есімдеріңді жазып, маған тапсырамыз. Балалар, бүгінгі сабаққа барлықтарың белсене қатыстыңдар. Ал енді сабағымызды қорытындылау үшін, сабағымызды кім қалай қатысқанын анықтау үшін ұпайларымызды тапсырамыз. Кім бүгін жоғары ұпай жинады? Жарайсыңдар, өте керемет, сабаққа өте жақсы қатыстыңдар. Ал кім орташа ұпай алды? Келесі сабақта одан да жоғары ұпай алуға тырысамыз. Ал кім төмен ұпай алды? Келесі сабаққа сабағымызға деген қызығушылығымызды қосамыз. Өте керемет, балалар, жарайсыңдар. Бүгінгі сабақ мен үшін өте қызықты болды.
сендер де сабаққа белсене қатыстыңдар. Сабақ аяқталды.